Естеріңізде ме, 90-шы жылдары Сары әулие деген шығып, бүкіл елді шулатты. Атағы жер жарып, адамдар оның жеке басына табынып кетті. Сүйретін үйлеріне іліп, қастерледі. Қазір не болды? Атағы өшті, ел ұмытты. 2015 жылдары Ербосын есімді емші бала елді шулатты. Оған да жұрт судай ағылды. Атағы жер жарды, жеке басына табынды, аяғына жығылды. Қазір не болды? Атағы өшті, ел ұмытты. Байқасаңыздар, дәл осындай оқиғалар әр 7-8 жылда қайталанады. Және ең бастысы, олардың барлығының диагнозы ортақ. Яғни, бастарына бақ қонады, дауыстарды естиді, елде жоқ ерекшелігі пайда болады. Бүгінгі күннің кейіпкері бұл Жанат Бақыт. Ондай нәрсені мен ойдан шығаратындай, мен ондай деңгейде емеспін. Маған не айт дейді, не жаз дейді, мен сіздерге айтуға міндеттімін. Жаратушының алдында Тәңір де тұрды. Алла тағала да тұрды, пайғамбарлар тұрды. Алла тағала Тәңір деген ол жаратушы емес. Жаратушы бәрімізді жаратқан. Бәрімізді жаратқан. Алланы да, Тәңірді де. Алла тағаланың миссиясы бітті. Балық дәуірімен ол кетті. Жіберіңдер деп тұр. Алланы босатпай жатыр дейді. Алланың өзі ренжіп тұр. Оның ренжулімін, жіберсін мені, тоқтат деп, айт деп. Ол да маған кеп айтады. Жолдаманы қолым дірілдеп отырып жаздым Алланың. Қысқаша айтқанда, шайтан осындай адамдарды өзінің қармағына түсіріп, елді бір шулатып, прикол ұстайтындай түйеледі. Дәл осындай сәттерде соларға сеніп қалатын халыққа обал. Ал жаңағы басына бақ қонғандардың, дауыстарды еститіндердің жағдайы тіпті мүшкіл. Себебі шайтан оларды пайдаланып, лақтырып кетеді. Кезіндегідей Сары әулие секілді, емші бала секілді кезекті кейіпкер. Бұл туралы Құранда баяндалған. Ибрахим сүресі 22 аят. Қиямет күні болғанда шайтан адамдарға: расында Алла сендерге шындықты уәде етті. Сондай-ақ мен де сендерге уәде еттім де сөзімде тұрмадым. Негізінде сендерді шақырғаннан басқа еш өктемдігім жоқ еді. Сонда да сендер шақырғанымды қабыл алдыңдар. Ендеше мені сөкпеңдер де өздеріңді сөгіңдер. Мен сендерді құтқара алмаймын. Сондай-ақ сендер де мені құтқара алмайсыңдар. Расында, бұрын мені Аллаға серік етіп қоссаңдар, оған менің қатысым жоқ дейді. Шын мәнінде залымдарға жан түршігерлік азап бар. Қиямет күні адамдар шайтанның кесірінен тозаққа кеткелі жатқан кезде, барлығы оны іздеп бас салады. Яғни, сенің кесіріңнен тозаққа кеткелі жатырмыз деп жағасынан алады. Сол кезде шайтан әлгі дауыстарды еститін басына бақ қонатын көріпкелдерге және соларға сенгендерге дәл осылай жауап береді. Сонымен, бүгінгі күннің тренді бұл Жанат Бақыт. Яғни, шайтанның кезекті қойылымының басты кейіпкері. Ал оған сеніп, сөзін сөйлеп жүргендерге обал. Алла тура жолға салсын. Шымкентте жаратушымен тілдесе аламын дейтін адам пайда болды. Сен менен тілең қабыл болғандығына белгі сұрадың ғой деді. Я деді. Тұр орнынан деді. Орнынан тұрды. Шық далаға деді. Жүріп барып есікті ашып сыртқа шықты. Шақыр етіңді деді. Шарик деген мынандай күшігім бар еді. Шарик деген жүріп кеп алдыма келіп тұр. Түкір жерге деді. Деді түкірем. Түкірімді итім жалап қойды. Міне деді. Менің сенімен сөйлесіп отырғаныма мына күш куә деді. Басқа тірі жан саған сенбейді деді. Мына екі қолым 4 қол болып денемнен сап-сары бөлініп алдыма келіп тұрды. Сол кезде жаңа дауыс айтты. Міне деді. Сенің жаныңды естіп ауыртпай аламын деді. Сол кезде шыққан терезенің түбіне отырып қалған екем, үйде отыр